Хайырлы күн достар, сіздермен бірге Амангүл Жұмабек қызы. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын корейский сәбізді салатын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Біздің сәбізді корейский салатымызға сәбіз, пияз, сарымсақ және чим-чим заправкасы және сәбізді салатымызға арналған түрлі дәмдеуіштер қажет болады. Ең алдымен барлық сәбіздерімізді дәл осылай үкіштен өткізіп аламыз. Болған сәбіздерімізді қолымыздың көмегімен ысқылап, қаттылап сығамыз. Бұл біздің сәбіздеріміздің жұмсарып және тез суынуына көмектеседі. Кейін пиязымызды жіңішкелеп турап аламыз. Кейін отқа май құйып, қыздырып, үстіне жаңа тураған пиязымызды саламыз және осы пиязымыз қызарғанша қуырып аламыз. Пиязымыз дайын болды, осы уақытта оттан аламыз. Жаңа пияз қуырған майымызды пиязынсыз майдың өзін салатымызға құйып аламыз. Енді үстіне барлық чим-чимімізді саламыз. Кейін сарымсағымызды үкіштен өткізіп, немесе осы видеода көрсетілгендей ұсақтап турап шығамыз. Сарымсағымызды турап алып, салатымыздың үстіне саламыз. Енді жарты кесе салқын суымызға 2 үлкен қасықпен 70% уксусымызды құйып, жақсылап араластырып, салатымызға құямыз. Енді үстіне дәмдеуіштеріміз бен тұзымызды саламыз. Кейін барлығын жақсылап араластырып, 2-3 сағатқа салқын жерге бетін жауып қойып қоямыз. Әбден сіңгеннен кейін әдемі ыдысымызға салып, отбасымызға ұсынамыз. Міне біздің сәбізді корейский салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Амангүл Жұмабек қызы.